Барлығыңыз ассалаумағалейкум. Көптеген әлем картасында мұхиттардың, теңіздердің шекарасы көрсетілмеген. Сондықтан олар бір-біріне қосылып кететіндіктен, олардың шекарасы болмайды деп ойлаймыз. Алайда олардың шекарасы теңіз түбімен ғана анықталмайды екен. Яғни, әр судың температурасы, тұздылығы, тығыздылығы бір-бірін екі түрлі зат секілді бөліп тұрады екен. Әлемнің кейбір жерлерінде бұл құбылысты анық көруге болады. Теңіздердің, мұхиттардың шекарасын барынша анық көргіңіз келсе, онда сізге тік Галаклин орын алған жерге барған жөн. Галаклин дегеніміз не деп жатқан шығарсыз? Бұл екі жақтың суының тұздылығының айырмашылығы. Алғаш бұл құбылысты Жак Кусто өзінің Гибралтар бұғазын зерттеу барысында байқаған. Тұздылығы екі түрлі су бір-бірінен пленкамен ажыратып қойғандай көрінеді. Галаклин орын алу үшін бір жақтың суы екінші жақтығынан 5 есе тұзды болу керек. Бұндай жағдайда физика заңдылығы екі жақтың суының қосылуына жол бермейді. Кез келген адам стаканға тұзды су, оның үстіне таза су құйып, Галаклинді көруге болады. Ендеше, екі теңіздің суы бірі екіншісінен 5 есе тұзды тік Галаклинді елестетіп көріңіз. Әрине, олардың шекарасы да тік болады. Егер де бұл құбылысты өз көзіңізбен көргіңіз келсе, сіз Балық теңізінде орналасқан Данияның Скайген қаласына барыңыз. Бұл жерде солтүстік мұзды мұхиты мен Балық теңізінің суының шекарасын анық көруге болады. Кейде толқындар арқылы бір-біріне қосылып жатқан суларды да көруге болады. Себебі Балық теңізінің суының тұздылығы солтүстік мұзды мұхиттың тұздылығынан тығыздығынан қайда қалып қояды. Және де екеуі кішігірім жерде түйіскендіктен қосылуы ақырын жүреді. Осыған ұқсас жағдайда оңтүстік батыс Аляскада көруге болады. Ол жерде Тынық мұхиты солтүстік мұзды мұхитымен түйіседі. Оларды бірден қосыла алмайды. Себебі тұздылығында ғана емес, суларының құрамы екі түрлі болып келуінде де. Көрсеңіз, айырмашылық анық байқалып тұрады. Тынық мұхитының суы қара көк түсті болса, солтүстік мұзды мұхитының суы ақшыл көк болып келеді. Басқа жерлерде де сулардың шекарасын көруге болады. Алайда көп жерлердің суларының тұздылығының айырмашылығы қатты байқалмағандықтан тез қосылып кетеді және де шекарасын көруге қиындық туғызады. Бейнебаян ұнаған болса, лайк басып, еңбегімізді бағалап кетіңіз. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыз.